Сәлем баршаңызға, бұл мен Орынтай. Бүгінгі видеода мен қалай қазақша шрифттерді жазуға болады, қалай табуға болады, және оны қалай орнату керек. Соны айтатын болам. Негізінде былай оңай болып көрінгенмен, мысалы бірнеше шрифттерді бірден жүктеп алу кішкене біздің өзімізге мәселе тудыратыны сөзсіз, сондықтан солардың барлығын көрсететін болам. Қазақша шрифт демекші, қазақша шрифттер 2000 алғашқы 10 жылдығында бізде осындай шрифттер қолданылған, яғни осыны айналдырып қолдана беретін, бәрі әйтеуір интернетте де өте аз болатын, осы шрифттерді қолдана беретін мынау бар, және де мынау бар, Боярский. Осы шрифттерді көп қолдана беретін, бірақ та кейінірек неужели мен де қолданатын ғой 2015 жылдың шілдесіне дейін. Кейінірек 2015 жылы шілдеде жай ғана ВК-ға казахские шрифты деп жазып бар орысшамен. Сол кезде Fonts.kz деген парақша шықты, және де осы қазақтың 9 әрпі жазылған қазақша шрифттердің сайты шыққан болатын. Былайша айтқанда парақша шыққан болатын ВК-да. Осы парақшамен 2015 жыл шілдеде таныстым. Яғни былайша айтқанда мұндағы ешқандай қаржы алмайтын, алса да тек қана донатпен ғана жинайтын өзіміздің қазақ жігіттері бар. Ол кісілерге алғыс айтам. Сол кісілер осындай үлкен қазақша шрифттерді жасай бастаған. Яғни 2015 жылы бізде басқада қазақша шрифттер бар екеніне көзім жетті. Сол кезден бастап қолдандым. Яғни мен сіздерге де осы парақшаға кіруге кеңес берем. Бұл жерде өте көп шрифттердің таңдауы бар. Шамамен осы уақытқа дейін кемі 500-і жасалған болу керек. Ішінен табастық 2014 жылдан бастап біздің телеарналардан көріп жүрген шрифттердің бәрі осында. Өйткені олар енді тегін болған соң ұялмай қызармай алып қолданады оларда, осы парақшадан алуда. Сондықтан сіздерге кеңес берем. Мысалы соңғы шрифттерді қарасақ, Fighting Words бір ғана шрифт бар, TTF және де OTF осылай жазылады. Ол екеуі қандай екенін ара-жігін ажырату үшін тауып аларсыздар. Енді мен біреуін жүктедім. Қазір мен қалай орнату керегін көрсетемін. Мынаны жүктедім, және де тағы біреуін жүктедім. Бұл Family деп аталады. Family деп аталған шрифттер міндетті түрде архивте болады. Біріншіден, екіншіден, ол міндетті түрде жаңағы мына көріп тұрғаныңыздардай regular, қалыпты, semi-bold, яғни одан да black деген түрі бар, сол сияқты кете береді. Яғни өте жіңішкеден өте қалыңға дейін курсив барлығы бекітілген шрифттердің барлығы осылай family деп аталады бірге. Яғни бұл дегеніміз былайша айтқанда біз басқа бағдарламалармен жұмыс істегенде сіздер белгілі бір шрифттен жазған кезде типографикалық түрде сол кезде ешқандай мәселе болмау үшін сіз оның бәрін орнатуыңыз керек. Орнатпасаңыз сіздің шрифтіңіз курсив болмай қалуы мүмкін, я болмаса ол жуандамай қалуы мүмкін. Сол сияқты мәселелер бар. Соның барлығын орнату керек. Мына жерде қарап отырсаңыздар, Щучинск съезіндегі өрт пе, вагон, үй, автомобиль һәм ұшақ фюзеляжы цехнен ғой. Яғни бұл жалпы қазақ тіліндегі бүкіл әріптерді қамтып отырып, сіздерге ол қалай жазылатыны көрсетілген. Яғни сол арқылы сіздер қалай жазылатыны орынды ма, соны қолдануға болады. Енді қалай орнату керегін айтатын болсам, мен бұны жүктеп қойдым. Ең бірінші біз бір шрифттер ғана орнатуды көрсетейін. Мысалы, мынау бар, OpenType, міне, OTF-тің ұзартылған түрі, установить, установка жасап, бір рет қана осылай істеуге болады. Енді сіздерде жағы айтқандай бірнеше шрифт бар. Қазір мен мынаның ішін ашып көрсетейін. Қарасаңыздар, қазір мұнда сіздер бірнеше шрифттерді көресіздер. Бұның барлығы мына жерде 3 екен, бұл 7 болуы мүмкін, ол 8 болуы мүмкін, ол тіпті 10 болуы мүмкін, өте көп болуы мүмкін кейбір шрифттерде. Соны қалай орнатуға болады деген сұраққа келетін боламыз. Ctrl-C-ді басамыз. Я болмаса Ctrl-C-ді басуға болады. Ctrl-C кейде архивте жүзеге аспай жататын болса, ол перне онда распаковать етуге болады. Я болмаса открыть с помощью проводник. Проводникке кіріп істеуге болады.
міне проводник арқылы біз аштық, үшеуін бірге жүктеп аламыз, копировать етеміз, я болмаса контроль C басамыз. Содан кейін компьютерге кіреміз, осыны сақтап алыңыздар, компьютерге кіреміз де қазір C-дискқа кіреміз. Міндетті түрде C-дискте біздің бүкіл амалдық жүйеміздің бүкіл файлдары орналасқан бағдарламалардың Windowsқа кіреміз міндетті түрде. Және де осы жерден шрифті деп кейде орысша жазылады, кейде ағылшынша жазылады. Fonts, я болмаса белгілер тұр, мына жерде әріптің суреті тұр. Осыны басамыз. Fontsқа кіреміз. Fontsқа кірген соң қазір сіздердің алдарыңызда шрифттердің өте үлкен. Жалпы компьютеріңізде қандай шрифт бар, соның барлығы көрсетіледі, және солардың арасынан қазір қалай ететінін көрсетемін. Яғни былайша айтқанда, дәл бұрынғыдай емес, қазіргі уақытта қазақша шрифттерді табу оңай әрі тиімді деп айтуға болады. Және де тағы бір ескерте кететін жайт, бұл жерде сіз пікір алаңы арқылы, я болмаса обсуждение арқылы, менің ешқандай қатысым жоқ бұл жерде. Бұны тек қана бұны қолданушысы клиент ретінде айтып отырмын. Сіздерге тапсырыс беру, я болмаса бұл қандай қарап, сол арқылы осында талқылаулар жүргізіп жасауға болады. Я болмаса чат, мына жерде әңгімелер деп тұр, сол чатқа кірсеңіздер, мен де чаттың ішінде бармын. Сіздер өздеріңіз таппай жүрген шрифттерді айтып береміз. Мысалы, my fonts, я болмаса my fonts, оның ішінде what the font деген нелер бар ғой, сайттар бар. Сіздің кейбір шрифттеріңізді оқымай қоятын, таппай қоятын, сол кезде біздің өзіміздің қазақ жігіттері көмекке келеді. Енді контроль V басамыз. Контроль вставить қой. Вставить. Бәсе, жаңа дұрыс көшірілмей қалыпты, ондай жағдайлар болып тұрады. Мінекей, осындай family шрифттерді, яғни бірнеше шрифттерді, тіпті ол 5-тен көп болуы мүмкін, осылай бірден комбо ретінде істеп, бірден орнатып жіберуге болады. Оның барлығына установить етіп жіберуге едінсеңіздер, солай етуге болады. Менің айтқым келгені осы еді. Назар аударғандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, және де басқа да видеоларды көруге кеңес беремін.